Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qadr түн дұғасына келетін болсақ, бәрімізге белгілі Qadr түннің соңғы Рамазан айының 10 күнде іздейміз. Енді осы 10 күнде біз Qadr түнін іздеген кезде, құлшылық жасаған кезде қандай дұға айтамыз? Айша анамыздан келген хадисте не дейді? Айша анамыз сұрайды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Расулуллах, ey Allah'ın elçisi, ara'ayte vafaqtu laylatul qadr." Егер мен дейді Qadr түнінде болсам дейді, вафақту дейді, яғни құлшылықта болсам дейді, лайлатул қадр, Qadr түнінде, ма аду, немен дұға жасаймын дейді, немесе қандай дұға жасаймын деген мағынада. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, қала, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, тақулина, айт, Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Аллахумма иннака афуун, Аллахым, расында сен афуун, кешірушісің дейді. Тухиббул афва, кешіргенді жақсы көресің дейді. Фаъфу анни, мені кешіре көр дейді. Міне осы Qadr түнінің дұғасы болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы дұғаны соңғы 10 күнде құлшылықта болған кезде осы дұғаны көп айтқан. Аллаху алам.